Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін сүзбелі печеньелер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творог қажет болады. Творогымыздың үстіне 3 ас қасық шекерімізді және қалауларыңызша 1 шай қасық ванильді қант салсаңыздар болады. 1 жұмыртқамызды және жұмсақ сары майымызды салып, вилкамыздың көмегімен барлығын біркелкі толықтай етіп араластырып шығатын боламыз. Енді осы қоспамыздың үстіне ұнымызды және жарты шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осылай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Қолымызға жабыспайды. Енді жарты сағат тұрғанша біз ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Бұған қою варенье немесе джем, сгущенный варенье қоссаңыздар да болады. Мен үйде тұрған осылай қалып кеткен вареньелерді блендердің көмегімен езіп алдым. Енді қамырымызды алып, дәл осындай жұмсақ болып өз қалпын сақтайды. Енді осы қамырымызды жұқа етіп, оқтауымыздың көмегімен жайып алатын боламыз. Арасындағы іртіктері творогтарымыз болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бұның дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы видеодағыдай оқтаудың көмегімен жайып, керек емес жерлерін қиып алып тастайтын боламыз. Қиып алған жерлерімізді біз барлығын біріктіріп, тағы да печеньелер дайындайтын боламыз. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін қамырымыздың ортасынан бөліп және шеттерінен дәл осылай бөліктерге бөлетін боламыз. Енді осы бөліп шыққан бөліктеріміздің үстіне жаңағы дайындап алған қою вареньемізді немесе джем кез келгенін дәл осылай видеодағыдай қамырымыздың ортасына салып орап шығатын боламыз. Егер сіздер вареньелеріңіз шығып кетпегенін қаласаңыздар, дәл видеодағыдай екі шетін ішке қарай қайырып, қолыңыздың көмегімен басып, орасаңыздар, вареньелеріміз шықпайтын болады. Құрметті оқырмандар, қазақша контентті қолдап, маған пікір қалдырып, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлығының көңілінен шығатын өте дәмді печенье болып шығады. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін табамызға салып, қызып тұрған 170 градус пешімізге 15-20 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Араларын кішкене ашпасаңыздар, дәл осы видеодағыдай бір-біріне жабысып пісетін болады. Ісінетін болғандықтан жабысып қалады. Енді сіздерге қазір біреуін ашып көрсетемін. Ыстықтай алып сіздерге көрсетіп отырмын. Шамалы салқындағаннан кейін ашсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Осылай біздің сүзбелі печеньелеріміз, творожный печеньелеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет. Бестік шайға, таңғы шайға немесе кез келген дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлығынан көңілінен шығатын печенье. Дәл осы печеньелеріміздің үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханға ұсынатын боламыз. Осымен дәл осылай ситамыздың көмегімен әдемілеп сеуіп алдық. Осылай видео өте күшті көрінеді. Сеппесеңіздер де болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Осымен біздің сүзбелі печеньелерімізді дастарханға қойып, шайға ұсынатын боламыз. Барлығының көңілінен шығатын керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.